жасауға болады. Міне көрсетейін. Алдымен жұмыртқаны қазанға салып қуырамыз. Сосын мына тофу мен көкөністі саламыз. Тофу сарғайған соң алып шығамыз. Біраз дәмдеуіштер қосамыз. Бір тағам дайын болды. Сосын қазандағы көкөніс пен жұмыртқаны қайтадан қуырамыз. Тек қана көкөністі алып шығасыз, екінші тағам дайын болды. Сонымен кеше қылған күрішті жұмыртқамен бірге қуырасыз. Тұз қосасыз, көк пияз қосасыз. Үшінші тағам дайын болды. Сонымен қайтадан жұмыртқаны теріп шығасыз. Қазанға саламыз, пияз қосамыз, қайтадан қуыру керек, тұз қосамыз. Сосын қазандан алып шығамыз. Жұмыртқаны қайтадан қазанға теріп шығасыздар. Міне төртінші тағам дайын болды. Сосын қазанға бір помидор саламыз, жұмыртқамен бірге қуырамыз. Біраз тұз саласыз, көк пияз саласыз. Сөйтіп бесінші тағам дайын болды. Міне қазанды жұмай қойыңыз, біраз су құйыңыз, тұз салыңыз, біраз көкөніс қосыңыз. Міне сорпаң да дайын болды, алтыншы тағам дайын болды. Сөйтіп помидордың ішіндегі жұмыртқаны қайтадан теріп шығыңыздар, тұз қосыңыздар, дәмдеуіштер қосыңыздар. Енді осымен пермен түйіңіздер. Енді бұны майға салыңыздар. Асты біраз сарғайса болды жеткілікті. Енді крахмал қосылған суды құйыңыздар. Қазанның қақпағын жауып 5 минут күтсеңіздер, міне дайын болады. Үстіне біраз күнжіт салсаңыздар болады, міне. 7-ші тағам дайын болды. Сосын перменді ішіндегі жұмыртқаны алып шығамыз қайтадан. Біраз дәмдеуіштер қосасыз, ұн қосасыз, су қосасыз. Қазанға салып маймен қуыру керек. Сарғайғанды алып шығамыз, міне 8-ші тағам дайын болды. Сөйтіп бір тал жұмыртқамен 8 тағамды жасауға болады.